Мемлекеттің дін саясатын жүзеге асыруда атқарылған шаралардың оң нәтиже беруі өңір аралық тәжірибе алмасумен тығыз байланысты. Бүгінгі күнге дейін Қызылорда облысының өңірлік ақпараттық түсіндірме топ мүшелері арасында осы бағыттағы кездесулер жиі өткізіліп келеді. Осы орайда Қызылорда облысының дін істер басқармасының дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен ағымдағы жылдың 16-17 наурызында облыстық ақпараттық түсіндірме топ мүшелерінің арасында діни экстремизм көріністерінің алдын алудағы ақпараттық түсіндірме шараларын жетілдіру жолдары тақырыбында 2 күндік семинар тренинг өтті. Діни экстремизмге қарсы төзбеушілік, өзінің иммунитетін қалыптастыру барлығында бірлескен жұмысымыз. Сондықтан осы жұмыста ең біріншіден үлес қосатын біздің құрылған ақпараттық түсіндірме топ мүшелері сіздермен шектелген міндет болып табылады. Семинардың алғашқы күні теологиялық мақсатта, яғни Қазақстандағы діни топтармен жұмыс жасаудың теологиялық аспектілері және тиімді әдіс-тәсілдерін қарастыру турасында болса, екінші күнгі жиын деструктивті діни ағым ұстанушыларына психологиялық кеңес беру, көмек көрсету үшін практикалық дағдыларды әзірлеу бойынша тренингтік жұмыспен өрбіді. Аталмыш семинарға Ақтөбе облысының Ихсан орталығы қоғамдық бірлестігінің директоры Мейірбек Қалманов пен Павлодар қаласы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты, деструктивті және экстремистік ұйымдар бойынша психолог сараптаушы Гүлназ Раздықова арнайы келіп, тренингке қатысушы өңірлік ақпараттық түсіндірме топ мүшелері, мешіт имамдары, қалалық және аудандық ішкі саясат бөлімдерінің дін саласына жауапты қызметкерлері, сондай-ақ орталықтың теолог мамандар арасында мемлекеттің дін саясатын жүргізудің жаңа тәсілдері, атқарылып жатқан шаралардың нәтижесі, сондай-ақ психологиялық кеңес берудің тиімді жолдары да айтылды. Она схватила ручку, то есть ей стало некомфортно. Она сразу ручку схватила и так далее. То есть она сразу стала на позицию защиты. Почему? Потому что я начала покушаться на ее индивидуальность. Вот что вы делаете, когда вы контактируете с ДРТ. Кездесуде жиынға қатысушылар спикерлерге көкейді толғандырған мәселелерін жеткізіп, жан-жақты талқылады. Шара барысында ақпараттық түсіндірме топ мүшелері Ақтөбе және Павлодар облыстарының білікті мамандарымен тәжірибе алмасып, жеке пікірлер мен ұсыныстарын да ортаға салды. Ең басты мақсат ретінде біздің имамдарымыз бар, ерге мүшелері бар. Қалған буынды сол топтың арасына кіргізбеу мақсатымен көбірек жұмыс жасау керек сияқты да.